сводканы қалай шығарамыз? Ең бірінші отделениеге кіреміз, реанимация, пост. Потом отделениенің ішінен 005 форманы іздейміз. Тапқаннан кейін кіреміз, кіргеннен кейін осындай окно шығады и күнді таңдаймыз. Бүгін 4-і, потом ертең күн 5-і. И круглосуточныйды таңдауымыз керек. Осылай отделение өз шығып тұрғаннан принять басамыз. Басқаннан кейін бізде основные таңдап, начальный формасының күні и конечная дата деген 5 болып тұр. Он жақ мышканы басып листті басамыз, печатать дегенді. Басқаннан кейін осындай лист шығады. Печатать етеміз. Екінші отделение күнді өзгертеміз. 4-і, ертең 5-і. Круглосуточный 80 койканы таңдаймыз. Таңдағаннан кейін основные таңдап, оң жақ мышканы басып, басқаннан кейін осындай бірінші формасы, екінші беті и бірінші беті болып шығады. Екінші и бірінші беттерін шығарамыз. Күніне назар аударамыз, 4-і и 5-і. Одан кейін барып, қайтадан 4-і деп ауыстырамыз. И 5-і күн, ертеңгі күн круглосуточный тұру керек. Одан кейін 200 койка таңдаймыз. Оң жақ мышка печатает. 5-ші күн бірінші, екінші бетін шығарамыз. Енді бізде датаны тағы қараймыз. Қарағаннан кейін енді реанимация күндізгі бөлімдікін естеміз. Дневной прибу деген таңдаймыз. Таңдаған ең астында реанимация бұл деп тұрады. Бүгін 4-і күні, бүгінгі 4-і күн. Бұл дневной түскен операционный пациенттер болып табылады. Қанша операция барды, қанша келді. Оң жақ мышканы басып, основной таңдап, печатать лист деген таңдаймыз. Таңдағаннан кейін бірінші, екінші листті шығарамыз. Осымен бітті.